Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді шығатын лагманның рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өзімнің жасап жүрген рецепттерімнің бірі. Видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың сан етін майдалап турап аламыз. Мен алдын ала барлық көкөністерді өз қалауым бойынша турап шықтым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Және де қазанға барлық көкөністерімізді салып, үстіне майымызды құйып, және де бұрышымызды сеуіп, қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер сепсеңіздер болады. Мен осындай дәмдеуіш септім. Енді қуырылып жатқан қазанымызға картошкамызды салып, үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Әбден суы шыққанша жақсылап қуырып аламыз, қараңыздар. Менде өте әдемі болып шықты. Енді үстіне суымызды құйып, баяу отта қайнатамыз. Мен алдын ала лагманға су қайнатып қойған болатын. Соның үстіне, қайнап жатқан судың үстіне лагманды екіге бөліп, салып аламыз. 15 минуттай қайнатамыз. Қараңыздар, міне әдемі болып шықты. Енді оны біз салқын суға жуып, барлық ыстығы қайтқанша салқын суға жуып аламыз. Оны ыдысымызға салып, үстіне сұйық май құямыз. Өте жылтырап, әдемі болып тұру үшін сұйық маймен араластырамыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты, бір-біріне жабыспай. Мінекей, менің лагманым дайын болды. Өте дәмді, еті, картошкасы барлығы өте жақсы болып пісіп шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.